жаңағы несіз, тәжірибесіз сразу жұмысқа кірістім. Үйде отырып, ол кезінде менде телефон 45 мыңдық телефон болатын, сол 45 мыңдық телефонмен бүкіл файлдарды, яғни фотография, жаңағы видео барлықтарын монтаждаймын, неше түрлерін жасаймын, енді қолымнан келгенше. Сөйтіп жұмыс жасай бастадым. Яғни үйде отырып ең алғашқы тапқан ақшам 100 мың теңге болды. 100 мың теңге ол кезде мен үшін вау, прям күшті ақша болатын. Себебі сетевойда жүріп таппаған ақшам, тәттілер пісіріп таппаған ақшам, садикта жүріп таппаған ақшам. Садикта, кстати, 120 мың айлық болғанмен қолма-қол алатын 90 мың теңге. И то 90 мың теңгені бала ауырып шықпай қалатын, пенсионный, подоходный, анау-мынау нәрселерге кеткендегі ақшасы қолға өте аз ақша түсетін. Таңғы сағат 7-ден үйден шығып кетеміз, кешкі сағат 7-8-ге дейін үйге келеміз. Бұл айтқанда күнімен үйде жоқпыз. Бірақ мен өзіме қолайлы жұмыс таргет екенін сол кезінде түсіндім. Яғни үйде отырып, бала-шағаның қасында, бала-шағаңа кез келген кезде тамақтарын дайындап беріп, үйіңді тазалықта ұстап отырып, при этом ақша табу өте керемет нәрсе. Негізі таргетқа үйренген, бір ақша тауып үйренген адам бұл таргеттің жаңағы дәмін сезет дейді. Сосын үйде отырған кезде мендегі проблема болатын. Өзім ақша таппаған екен, өзімді бір масыл сезінетін ба, сондай бір. Хотя декреттағы әйелдер ешқашан бос отырмайды. Ол 24-те 7 жұмыс істейді. Баласын, күйеуін, ата-анасын, жаңағы күйеуінің ата-анасын, үйін барлығын, бірақ ақша таппаған екен, ол кішкене өзін жаңағы не сезінеді, әлсіз сезініп қалама. Содан кейін де ондай сезімдер менде болды. Сондай сезінбеу үшін мен осындай қосымша жұмыстар іздене бастадым. Аллаға шүкір, қазір сол қосымша жұмыс істеп оқығанымның арқасында сондай нәтижеге ерісіп жатырмын. Мен де қазіргі адамдарға, яғни әйелдерге айтатыным, үйдің жұмысымен ғана шектеліп қалмаңыздар. Себебі ол бытовуха адамды жеп қояды. Яғни ол бытовухаға ақша төленбейді ғой. Ақша төленуі мүмкін. Мысалы, біреу кісілер мына әйеліне береді, мысалы, мынаны өзіңе жарат, мынаны бірдеңе, бірақ сол өзіңе жарат деп берген ақшаны әйелдер өзіне жарата алмаймыз. Өзіміз тапқан ақшаны енді смело жаратуымыз мүмкін. Ең алғашқы тапқан табысыма мен үйге стульдармен алғам. Өзімнің прям қуанып, әрі кетейін мақтанышпен айтатын темам. Бұл таргетқа келген кезде аспаннан ақша жаумайды, соны түсіну керек. Ешқандай жерден, мысалы, ешқандай жерден сразу аспаннан ақша жауып кетеді, байып кетеді деген нәрсе жоқ. Бұл жерде де еңбек пен табандылықты талап етеді. Еңбек, тағы еңбек деп айтушы едім. Себебі қараңыздар, бұл жерде білім аласыздар, білім алғаннан кейін практика обязательно болу керек. Яғни, білім мен практика жүрген кезде оның соңы нәтижеге обязательно алып барады. Бір оқыған нәрсені тоқтатпай жұмыс жасай беретін болсаңыздар, практика жүзінде сіздерге ол түптің түбінде табысқа алып келеді. Сол үшін тоқтап қалмаңыздар, берілмеңіздер, сразу оқып, сол оқыған нәрсені жемісін көру үшін нәтижесін бір Алладан сұраңыздар. Менің алғашқы табысым солай болған. Содан кейін бастап таныстарыма үйрете бастадым, туысқандарыма үйрете бастадым. Солай мен наставник мамандығында оқып алдым. Қазір Аллаға шүкір, менің осы 100-ден аса шәкірттерім бар, табысты шәкірттер деп айтуыма болады. Барлығы олардың ішінде наставниктар да бар, яғни өзінің онлайн школасын ашып, өздері де таргеттен сабақтарын беріп отырған. Сол себепті айтар едім, бұл таргеттің ұтылмайтын бір жағы, яғни таргеттен ақша табу және баю өте оңай. Себебі сіздер миллиондаған ақшаны товарға салмайсыздар және миллиондаған ақшаға аренда етпейсіздер, яғни помещение. Просто сіздер бастамасында білім алу үшін ақшаны салып, сол білімді алғаннан кейін оны жыл 12 ай можете ақша жасап отыруға. Бұл жерде үйде отырып, бала-шағаның қасында отырып, тамағыңызды, шайыңызды пісіріп отырып, үйде әп-әдемі әйел болып отырып. Әрине, бұл айтуға оңай болып көрінгенмен, істеген кезде барлық жақсы. Көз қорқақ қол батыр деп бекер айтпайды. Сол үшін алыңыздар да жасаңыздар бар нәрсені. Яғни менің қолымнан келген нәрсе сіздердің қолыңыздан келетініне 100% сенім кәміл.